Сәлем қыздар, бүгінгі сабағымызда мынандай ерекше көрінетін басқа тағатын повязканы тоқитын боламыз. Тоқылуы өте оңай және тез тоқылады. Ал сабағымызды бастамас бұрын лайк қойып, подписка жасауды ұмытпаңыздар. Ал бастайық. Номері 4,5 миллиметрлік носки тоқитын специяге 37 жіп теріп аламыз. Ал жаңадан сабақ үйреніп жүрсеңіздер, қалай тоқыманы бастау керек екен, қалай специяға теру керек туралы сабақтар бар, мастер-класстар. Сол жерден көрсеңіздер болады. Ссылкасын қалдырып кетемін. Мінекей специямызға 37 жіп теріп аламыз. Бірінші қатарымызды бірінші жібін тоқымай шешіп аламыз. Қалғандарын барлығын оң қылып тоқимыз бірінші қатарды. Тек соңғы жіпті теріс қылып тоқып отырамыз. Екінші қатарымыздың бірінші жібін тоқымай шешіп аламыз. 10 жібімізді оң қылып тоқимыз. Содан кейін ортасындағы 17 жіпті теріс қылып тоқимыз. Өйткені бұл теріс жағы болады тоқымамыздың. Содан кейін 9 жіпті оң қылып тоқимыз да, тек соңғы жіптерімізді теріс тоқып отырамыз. Міне 17 жібімізді ортасындағы теріс тоқимыз. Енді 9 жіпті оң қылып тоқимыз. Соңғы жібімізді ғана теріс тоқимыз. Мінекей алдыңғы жағынан ортаңғы жіпім ортасына 17 жіп оң болып тұр. Артынан теріс болып көрініп тұр. Енді осы қатарымызды тура солай тоқимыз. Барлығын оң қылып, тек соңғы жіпті ғана теріс қылып тоқимыз. Тоқымамыздың теріс жағын 17 жібдің центрдегі теріс тоқимыз узор бойынша. Оң жағын оң қылып тоқимыз. Солай оң қатар тоқып шығамыз. Оң қатарымызды тоқып алдық. Енді ортасын қысқартатын боламыз. Ол үшін 10 жібімізді оң қылып тоқып аламыз. Он 17 жібіміздің біріншісін тоқимыз да, бұлай аттап
екінші жіппен қысқартамыз. Видеода көрсеткендей осылай ортасындағы 17 жіптің барлығын осылай қысқартамыз. Мінекей 17 жібімізді қысқартып алдық. Енді мына 10 жіптің 9-ын оң қылып тоқимыз да, тек соңғы 10-шы жіпті теріс тоқимыз. Теріс жағында 10 жібін оң қылып тоқимыз. Енді видеода көрсеткендей воздушный петля жасаймыз. Солай 17 жіп теріп аламыз. Воздушный петля теріп алдық. Енді мына қалған 10 жіпті 9-ын оң қылып тоқимыз, тек соңғы жіпті ғана теріс тоқимыз. Солай тоқымамызды жалғастыра береміз. Оң жағын оң, теріс жағын теріс қылып, тағы да оң қатар тоқимыз. Тоқымамызды өзіміздің қажетті ұзындыққа дейін жалғастыра береміз. Солай мен 54 сантиметрлік бас айналымына 52 сантиметр қылып тоқыдым. Тоқыманы өлшеп отырасыздар өзіңізге қажетті ұзындыққа дейін. Мінекей өзіме қажет ұзындықты тоқып алдым. Енді толығымен қысқартатын боламыз. Алдыңғы видеода көрсеткендей тура солай қысқартамыз. Бірінші жіпті тоқымай шешіп аламыз, екіншісін тоқып, біріншімен аттаймыз. Солай тоқымамыздың барлығын солай қысқартамыз. Қысқартып болдық. Енді мына соңғы жіпті былай тартып, қысқа қылып кесіп тастамаймыз, өйткені осы жіппен қазір тігетін боламыз екеуін. Тігердің алдында бірінші мына өрімді өріп аламыз. Былай айландырып, мына бірінші өрімді теріс жағынан бүйтіп айландырамыз да видеодағыдай. Екіншісін іш жағынан өткіземіз. Барлығы былай теріс болып көрініп тұру керек. Солай видеодағыдай ішінен өткізіп, өрім жасап аламыз.
Мінекей дайын болды. Енді мына соңғы өрімді мына алдыңғысына жалғастырып әдемілеп тігеміз. Артық жіптеріміздің бәрін ішіне кіргізіп, тура кесіп тастамаймыз. Жағына кіргізіп, тығып, соң бірақ кесеміз, өйткені сөгіліп кетпес үшін. Солай жасаймыз. Басқа тағатын повязкамыз дайын болды. Тоқылу өте оңай. Жаңадан үйреніп жүрген қыздарға да өте оңай болады деп ойлаймын. Ал түсінбеген жерлеріңіз болса, сұрақтарыңыз болса, комментарияға жазып кетсеңіздер болады. Және де лайк қойып, подписка жасауды ұмытпаңыздар. Келесі мастер-класстарда көріскенше сау болыңыздар.